Арма қазағым, бұл видеода Вергилийдің «Буколиктер» деген поэмасы туралы айтып кеткім келеді. Вергилий Октавиан Августтың дәуірінде өмір сүрген ақын болады. Сонымен Октавиан Августтың кезінде ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығы өте төменге түсіп кетеді. Римдіктердің көбі қалаға көшіп, урбанизация деген процесі жүріп жатады. Сонымен Октавиан Август Вергилийге тапсырыс береді. Ауыл шаруашылығын, мал шаруашылығын Рим империясында көтеру үшін сен поэма жаз дейді. Сол поэмада сен жаңағы егіншілерді, мал бағушыларды сен мақтап жазу керексің дейді. Соны қабыл етеді жаңағы Вергилий. Ол кезде оның аты енді шығып атқан ақын болады, жасы 30-дағы. Сөйтіп Вергилий біріншіден «Буколиктер» деген поэмасын жазады. Ол поэма тұңғыш пасторалды поэзияға жатады. Пасторалды деген не ол? Жаңағы мал шаруашылықты, ауыл шаруашылықты мақтап жазатын көркем әдебиеттің түрі болады, пасторал деген. Сөйтеді Вергилий өзінің кейіпкерлерінің барлығы шабан болса да, малшы болса да, оларды өте рухани бай қылып көрсетеді. Романтизация бұл жерлерде болады, сол Буколиктерде. Сөйтіп Буколиктерде жаңағы малшылар, олар махаббат туралы талқылайды, рухани деңгей туралы талқылайды, рухани тақырыптарды көтеріп, отан туралы талқылайды. Сол өздерінің жұмысы туралы өте керемет қылып айтып, сөйтіп жаңағы мал шаруашылығын, малмен айналысатын, мал бағатын адамдарды өте жоғарғы деңгейге көтерген поэма болады. Енді біздің қазақ ата-бабаларымыз кезінде оларда мал шаруашылығымен айналысып күн көрген. Сөйтіп енді Буколиктерді әрбір қазақ оқып шығу керек деп ойлаймын. Және «Буколиктер» деген поэма ол қазақ тілде міндетті түрде аударылу керек. Сол жерлерде сол малшылардың не деген рухани байлықтары, соны Вергилий өте әдемілеп сипаттап берген. Сонымен қоса Вергилий Буколиктен кейін «Георгиктер» деген поэмасын жазады. Георгиктерде ол егін егушілердің өте жоғарғы қылып көрсеткен. Осылай, аман болыңыз қазағым.